Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы диэлектриктердің полярлануы, диэлектриктік өтімділік. Классикалық тұрғыдан қарағанда, диэлектриктер өткізгіштерден электр өрісі әсерінен реттелген қозғалыс жасап, электр тоғын тудыратын еркін зарядтардың болмауымен ерекшеленеді. Электр өрісіндегі диэлектрикте зарядтар бөлінбейді, яғни онда еркін зарядтар болмайды. Атомдарындағы электрондар ядролармен тығыз байланысады. Диэлектриктерді сыртқы электр өрісіне енгізгенде, сыртқы өріс әсерінен оларда нөлден өзгеше электр моменті пайда болады. Яғни диэлектрик полярланады. Сыртқы электр өріс әсерінен дипольдердің өріс бағытына сәйкес ығысу құбылысын диэлектриктердің полярлануы деп атайды. Кез келген зат, оның агрегаттық күйіне және атом молекулалық құрылымының бөлшектеріне, мысалы атомдық, молекулалық немесе иондық кристалдар құрылымдарға қарамастан, оң зарядталған ядролардан және теріс зарядталған электрондардан тұрады. Дегенмен олардың полярлану механизмдері, яғни оң зарядтардың полярлану өрісі бойымен және теріс зарядтардың полярлану өрісіне қарсы ығысуы қалыпты болып қалады. Сонымен полярлану дегеніміз диэлектриктердің қарапайым көлемінің электрлік моментке ие болуы. Диэлектрик немесе оқшаулағыштардың бір бөлігінде электрлік моменттердің пайда болуы электр өрісінің әсерінен немесе механикалық кернеулерден өздігінен пайда болуы мүмкін. Полярланған диэлектриктерде қарама-қарсы зарядталған бөлшектер тепе-теңдік күйінен шектеулі қашықтыққа ығыстырылғаннан кейін де бір-бірімен әсерлесуін тоқтатпайды. Бұл жағдайда да әрбір микрокөлемде пайда болатын зарядтар байланысқан зарядтар деп аталады. Бұл диэлектриктің өзара зарядтары, олар оның ажырамас бөлігі болып табылады. Байланысқан зарядтар тоқ өткізе алмайды. Нақты заттардың полярлану қасиеттерін зерттеу кезінде зарядтардың сыртқы өріс әсерінен қозғалуының бірыңғай механизмінің ерекшеліктеріне назар аударған жөн. Себебі бұл механизм заттың полярлану дәрежесі мен сипатын анықтайды. Бұл бірқатар ерекше полярлану механизмдерін қарастыруға келеді. Мысалы, полярлану құбылысын үш түрлі топқа бөлуге болады. Олар электронды, ионды және дипольды. Енді әрбір түріне жеке-жеке қысқаша тоқталып өтсек. Электронды полярлану дегеніміз сыртқы электр өрісінің әсерінен атомдардың электрондық қабықшаларының орын ауыстыруы. Ең жылдам полярлану болып табылады, оның жылдамдығы 10-15 дәрежесі секундқа дейін жетеді. Бұл жағдайда энергия шығыны байқалмайды. Иондық полярлану кристалды құрылым түйіндерінің сыртқы электр өрісінің әсерінен орын ауыстыруы. Дегенмен орын ауыстыру тор түйіндерінің өзара қашықтығынан аз болады. Полярлану уақыты 10-13 дәрежесін құрайды, яғни бұл да жылдам полярлану түріне жатқызылады. Бұл жағдайда да энергия шығыны болмайды. Натрий хлориді сияқты кристалдарда кездесетін жоғарыда аталған иондық полярлану туралы айтып кететін болсақ, өріс әсерінен оң зарядталған натрий иондары және теріс зарядталған хлор иондары тепе-теңдік күйлерінен әртүрлі бағытта ығыстырылады. Осыған байланысты кристалдардың әрбір бірлік ұяшығында электрлік дипольдік моменттер пайда болады. Бұл мысалы келесі тұжырымдар дәлелдейді. Диэлектрик қаншалықты күрделі болса да, оның полярлануы оң және теріс зарядтардың қарама-қарсы бағыттарындағы ығысумен байланысты. Диэлектрикте полярлану кезінде пайда болатын процестерді диэлектрик ұғымы негізінде жұптасқан қарама-қарсы зарядтардан тұратын орта ретінде түсінуге болады.
Өткізгіштерден айырмашылығы диэлектриктерде сыртқы өрістің әсерінен дененің бүкіл көлемімен қозғала алатын бос электрондардың болмайды. Диэлектрик молекулаларын құрайтын зарядтар бір-бірімен тығыз байланысты және тек олардың молекуласында немесе атомында қозғалуы мүмкін. Диполь. Дипольдар сыртқы электр өрісінің бағытымен байланысты. Диполь дегеніміз атомның ядросы мен электроны сыртқы электр өрісі болмаса да өзара белгілі бір қашықтыққа ығысып тұруы. Бұл полярлану түрінде байланыс күштері мен ішкі үйкеліске кететін энергия шығыны байқалады. Диэлектрикті жалпы электрлік бейтарап бөлшектерден, яғни атомдар мен молекулалардан тұратын барлық жағдайында, оның агрегаттық күйіне қарамастан, полярланудың механизмдеріне қарай екі топқа бөлуге болады. Ол үшін барлық атомдар мен молекулаларды және олардан тұратын диэлектриктерді екі классқа бөлеміз. Ол полярсыз және полярлы. Полярсыз атомдар мен молекулалардың өзіндік дипольдік моменті болмайды, яғни полярлық өріс болмаған кездегі өздерінің дипольдік моменті нөлге тең. Оларға газдар және ковалентті байланысы бар симметриялы молекулалар мысал бола алады. Полярлық атомдар мен молекулалардың нөлден өзгеше дипольдік моменті болады. Оған ковалентті байланысы бар асимметриялық молекулалар, сондай-ақ иондық байланысы бар молекулалар мысал бола алады. Иондық байланысы бар молекулалардың меншікті дипольдік моменті ковалентті байланысы бар молекулалардан бірнеше есе артық болады. Мұндай бөлшектерден тұратын диэлектриктерді әдетте полярлы диэлектриктер деп атайды. Егер диэлектрикті электр өрісіне орналастыратын болсақ, онда электрлік ығысудың бір бөлігі диэлектриктің полярлануына байланысты болады. Бұл жағдайда электр өрісінің кернеулігі Е0 мәнінен Еге дейін азаяды. Е0 мәні сыртқы электр өрісі деп қабылданады, ал Е диэлектрик ішіндегі электр өрісі болып табылады. Осы шамалар көмегімен салыстырмалы диэлектриктік өтімділікті анықтауға болады. Салыстырмалы диэлектриктік өтімділік бұл электр өрісінің кернеулігінің диэлектрик ішіндегі кернеулікке қатынасы. Ал егер электр өрісінің кернеулігі тұрақты шама болатын болса, онда диэлектрикті өріске енгізген кезде электрлік ығысулар көмегімен салыстырмалы диэлектриктік өтімділікті анықтауға болады. Бұл жағдайда салыстырмалы диэлектриктік өтімділік келесі формуламен анықталады. Әртүрлі диэлектриктердің салыстырмалы диэлектрик өтімділіктері сандық мәндерге ие және олар анықтамалық кестелерде келтіріледі. Мысал ретінде, вакуум мен ауаның салыстырмалы диэлектриктік өтімділігі бірге тең. Және жалпы айтқанда, газ тәріздес диэлектриктердің салыстырмалық диэлектриктік өтімділіктері бірге жуық болып келеді.